сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бір сен үшін, екінші бөлім. Жасқат үндемеді. Көз алдына кенеттен соғылған соққы мен төңкерілген көліктің елесі келе қалды. Ештеңе түсініп үлгермей қалған. Соқтығыстың алуа жақтан болғаны да есінде. Алуашым, аман қалуға тиіссің деп күбірлеген Жасқатқа анасының көзі түсіп, не болды балам, бір жерің ауырып жатыр ма? Деп шырпыры шықты. Бұл үнсіз басын шайқады. Алуаның анасы бүгін қайта оралды. Жұмысынан рұқсатын сұрап, шаруаларын реттестіріп келді. Інісі Қайратқа телефон соғып, өзімен бірге баруын өтінген. Келемін деген. Дәрігерлердің дұрыс жауап бермесін біледі. 2 күн күткенде көзі жеткен болатын. Ауылдан көлік ерте шыққан. Жұмыс басталмай келіпті. Дәрігерлерді дәлізде тосуына тура келді. Біртіндеп жиналған жандардың бұған назар аударғаны болмады. Міне, көзілдірікті дәрігер де көрінді. Бұл тұра ұмтылды. Тексерістен соң хабарын айтамын. Күтіңіз деген 1-2 ауыз сөзімен шектелді. Аңсат бүгін ертелеу шыққан. Көлігін тұраққа қойып, бөлімге бет алды. Дәлізде тұрған жанға көзі түсті. 2-3 күн бұрын көрген секілдеді. Қасынан өте бергенде ананың терең күрсінісін естіді. Тоқтай қалды. Кешірерсіз, кімге келдіңіз? Деді қасына жақындап. Түсінбей қараған анасы, қызыма, қызым осында жатыр деді баяу ғана. Есімі кім еді? Алуа, көлік апатына ұшыраған. Енді түсінікті болды. 2-ші науқастың анасы болды ғой. Дәрігермен сөйлесе алдыңыз ба? Тексерістен соң айтамын деген. Нақты ештеңе білер ал емеспін. Ешкім ештеме демейді. Тек күт дейді. Күтуден басқа амалым бар ма? Деген ана кемсеңдеп қоя берді. Жыламаңыз апа. Сіз осы жерде отыра тұрыңыз, мен бәрін білейін. Сосын келіп өзіңізге айтып беремін. Келістік пе? Деді ақырын. Жақсы деген ананың көз жанарында үміт оты жанғандай болды. Аңсат дәрігерлер бөлмесіне келіп, киімдерін ауыстырды да меңгерушінің кабинетіне бет алды. Есікті қаққанына, кіріңіз деген жауапты естіп, тұтқаны тартты. Ішке енгенде меңгеруші қағазға үңіліп отыр екен. Алдындағы орындықты нұсқады. Отырды да меңгерушінің босауын күтті. Біраздан соң тыңдап тұрмын дегендей басын көтерді. Алтай Санжарұлы, айып етпеңіз. Өзіңізге айтар өтінішім бар. Меңгеруші бетіне түсінбей қарады. Көзілдірігін бір түзеп алып, сен маған өтінішпен келмейтін едің. Тек жұмыстан шығу емес болар, деді. Жоға, науқасқа қатысты, деген Аңсат меңгерушінің сөзіне езу тартып. Айта бер, құлағым сенде. Жол апатына ұшыраған 2-ші науқастан емін жүргізуді маған тапсырыңызшы, деді асыға түске. Аңтарыла қараған меңгерушіге. Отадан соң есін жия алмаған науқастар жөнінде диссертация бастап едім, деді сылтау тапқанына қуанып. Онда болады. Науқас тарихында бәрі жазылған, деген меңгерушіге. Рахмет, Алтай Санжарұлы. Мен барайын деп орнынан тұрды. 1-ші науқастың жағдайы қалай? Кім еді? Жасқатты айтасыз ба? Дәл өзі. Бір қалыпты жақсарып келеді. Жақсы, бара беруіңе болады, деген меңгеруші қағазға қайта үңілді. Кабинеттен шыққан Аңсат тіке жансақтау бөліміне бет алды. Шиқ-шиқ еткен аппараттардың даусы естілген палатаның есігін өзіне қарай тартты. Аппақ төсекке таңылған науқастың жанына
Жақындады да бір орында қатып қалды. О тоба, тап осындай ұқсастық бола ма? Мына бойжеткен асылымнан аумайды ғой деген ойлар санасын селт еткізді. Дірілдеген қолдарымен маңдайынан сипады. Тынысы әлсіз, мәңгі ұйқыда жатқандай. Алуажан, анаң тосуда, оянатын сәтін келді ғой, деді ақырын. Дәлізде тосып отырған анасына келді. Апа, қызыңызды әзірге өзгеріс жоқ. Ота сәтті жасалды. Басынан соқ қалғандықтан оянуы қиындау болып тұр. Сіз ояндамаңыз. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Жүріңіз, сізді Алуаға ертіп апарайын, деді, жұмсақ сөйлеуге тырысып. Абыржып тұрған ананы одан ары уайымға салғысы келмей. Жақсы барайын деген ана көзінен тамған жасты орамал ұшымен сүртуге тырысты. Жыламаңызшы, сіз қазір қатты болуға тиістісіз. Оңай емес екен, түсінемін. Бірақ тырысып көріңіз, деген Аңсатқа. Рахмет балам, бақытты болуыңды тілеймін. Қызым оянып, аяғынан тұрып кетсінші. Өмірінде өзіңде жанды жолықтырсын, деген ана тілегіне Аңсат еріксіз езуін тартты. Ананы оңаша қалдырған Аңсат сыртта күте тұрғанды жөн көрді. Алуа үшін ештеңе жасамаса да, көңілі алаңдаулы анаға жағдайды өз көзімен көруіне мүмкіндік берді. 20 минуттан соң қайта оралғанда, анасының Алуаның жанында тапжылмай отырғанын аңғарды. Апа, сіздің кетуіңіз керек болады. Бүгінге бар көмегім осы, деген Аңсатқа. Балам, қызым қолдарын қозғалтқандай болды, деді Абдырай. Аңсат науқастың рефлекстерін тексергенімен оңды нәтижесін байқамады. Апа, сізге солай көрінген болар. Жүріңіз, деп орнынан жайлап тұрғызып, есікке дейін жетектеп әкелді. Артына бұрылған ана бір күрсініп алды да шығып кетті. Бөлімнен шығар есікке дейін еріп келді. Апа, қызыңыздың жағдайын көзіңізбен көрдіңіз. Мұнда күтіп отыра бергеніңізбен қолымыздан келері жоқ. Сіз маған телефон нөміріңізді қалдырыңыз. Өзгерістер болып жатса, өзім телефон соғамын. Қазір қайта берсеңіз деймін. Босқа күтіп шаршайсыз. Келістік пе, деген Аңсатқа. Балам, менің де телефон соғуыма бола ма, деді көмілжей. Жақсы, өзімнің нөмірімді жазып берейін. Таңертеңгісін телефон соғып тұрарсыз. Егер жауап бермесем, қайта хабарласқанша күтерсіз, деді ананың көңілін қимай. Жеке телефон нөмірін жан баласына бермейтін Аңсат бүгінгі қылығына өзі таңырқады. Жазғат пен Алуаның көлік апатына ұшырағаны 5-ші күн. Жазғат отадан соң тез қалпына келсе, Алуа өмір мен өлім ортасында жатыр. Ананы шығарып салған Аңсат Алуаның палатасына қайта оралды. Науқас тарихына тағы да көз салды. Алтай Санжарұлының тағайындаған емдеріне қарсы келе алмайды. КТ қорытындысы да қорқынышты емес. Неге оянбайды? Әлде көзге көрінбейтін кілтипан бар мекен? Телефон шырылдады. Медбике екен. Науқастарға қатысты нұсқаулықты жазбағаны есіне түсті. Жылдамдата басып шығып кетті. Есік жабылысымен Алуаның оң қолының саусақтарында қозғалыс пайда болғандай. Мұны анасы аңғарса да дәрігер байқамаған болатын. Дәрігерлік тексерісті тосып жатқан Жазғат көкейіндегі сұрағын қоймақшы. Аңсат жанына жақындағанда, дәрігер сұрақ қойсам бола ма, деді. Әрине, деген Аңсат қан қысымын өлшейтін құрылғыны білегіне кигізіп жатып. Алуа оянды ма? Аңсат басын шайқады. Ол ояна ма? Аңсат жұмысын жалғастыра берді. Қан қысымын өлшеуді аяқтаған соң ақырын. Ол жағын біле алмадым, деді. Дәрігер, оны құтқарыңызшы, деген Жазғат мұның қолына жармасты. Тыныш, сізге қатты қозғалуға болмайды.
тігісіңіз ашылып кетер деген Аңсат қолын тартты. Қасында отырған анасы мына көріністі ұнатпады ма? Балам, соғыс туралы айтпа деп ескерткен жоқпын ба? Ұмыт оны. Мүгедек қызды қайтесің? Саған әйел болып жарытпайды деп саңқылдап қоя берді. Аңсат шалт қарады. Меңгерушінің оғашқылық жасағаны ма? Науқасқа қатысты ақпаратты жария етпеу керек еді. Апа деп тісінген Жасқаттың көзі жәудіреп кетті. Аңсатқа рас па дегендей кейіпте қарады. Көзін тайдырып әкеткен Аңсат Айшаға: ханым, басқа науқасқа қатысты ақпаратты жария етуге болмайтын білетін боларсыз. Қазір дәрігерлік тексеріс уақыты. Кедергі келтіріп тұрсыз. Шығуыңызды сұраймын, деді даусын қатқылдатып. Қасындағы медбикеге бұрылып: келер жолы осындай жағдай орын алса, сіздің үстіңізден шағым түсіремін. Аурухана режимі сақталу керек деп шүйлікті. Өзінің медбикеге орынсыз сөйлеген ұқса да, булығып келген ашуын тежей алмады. Жүріңіз деген медбике Айшаны жетектеп әкетті. Дәрігерлер бөлмесіне оралған Аңсат Алуаның рентген түсірмелерін, КТК жазбаларын асықпай қарап шықты. Жамбас сүйегіне зақым келген. Бірақ бұл мүгедек болады деген сөз емес. Бастапқы кездері орнынан қозғалуы қиын болса да, жақсы емнен соң аяққа тұрып кете алады. Тек уақыт керек. Академияда сабақ берген ұстазы есін алды. Қазір зейнетте болса да, арасында кеңесін алып тұратын. Телефон нөмірін тере бастады. Алло, Ахмет ағай, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Дәл таптыңыз, кеңес қажет. Жақсы, жұмыстан соң соғамын. Тұтқаны қойып жұмысына кірісті. Жасқат анасының палатаға қайта келгенін байқаса да, үндемей жата берді. Қасына жақындап, жаймаларын дұрыстағандай болды. Мына дәрігер өзін қалай ұстайды? Меңгерушімен таныс екенімізді есіне салдырайын деп бұрғылдай бастаған анасының сөзін. Апа, дәрігер дұрыс айтады. Сіздің осы жерде отыруыңыз міндетті емес. Қараңызшы, қаншама науқас жатыр. Олар да демалғысы келеді. Сіз болсаңыз, мазаларын алып тұрсыз. Үйге қайта беріңіз. Қажет затым болса, қоңырау шаламын. Әйтпесе мазамды алды деп, әкеме қоңырау соғайын ба, деп бөліп жіберді. Анасының оңайлықпен кетпесін білетін Жасқат қолын телефонына созды. Жақсы, менің ойлағаным сенің жағдайың. Оны сен түсінесің бе? Онда барайын, кешке тағы келемін деп сөйлеп алды да шыға жөнелді. Анасының мүгедек деген сөзі құлағында жаңғырып тұрып алды. Қате естімегені анық. Неге? Неліктен? Анасының Алуаны қабылдамасы анық. Өзі де бұл жағдайға дайын емес. Үйленеміз деп жүргенде аурухана төсегіне таңылып жатыр. Сонда Алуа өмір бойы мүгедек арбасында отыра ма? Арман мақсаттары қайда алмақ? Жоқ, анам дұрыс айтады. Оны ұмытқаным дұрыс болар. Жұмыс аяқталар тұста Аңсат Алуаның палатасына қайта келді. Науқаста өзгеріс жоқ. Аппараттағы сандар қалыпты. Аурухана қағаздарын алып кетуге болмайды. Сондықтан телефонына суретке түсіріп алды. Бара жатқанын ескерту үшін ұстазына қоңырау шалды. Кіремін де шығамын деп ойлаған Аңсатты ұстазы жібермей қойды. Науқастың жағдайын талқылады. Осыған ұқсас оқиғалармен бөлісті. Сыртқа шыққанда түнгі қаланы қараңғылық тұмшалап алған болатын. Осы бір тұңғиықты жарықтандырған көше шамдарының жарқылы көз қарықтырады. Жаздың лебі басылып, көздің салқын желі еседі. Уақыт шіркін ағын су секілді тоқтар емес. Кеше жаз еді, бүгін күз. Ертең қыс болмақ. Көлігіне отырғанымен оталдыруға асықпады. 2-3 күннен бері анасына қоңырау шалмағаны есіне түсті. Телефон дыңылы көпке бармады.
анасының «Алло» деген қоңыр даусы естілді. «Апа, қалыңыз қалай?» деген Аңсат анасын сағынғанын түсінді. Жұмыс істеп жүріп, естен шығарып алатынына өкінді. «Балам, амансың ба? Жағдайың жақсы ма?» «Менде бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Тентек немерелеріңіз шашатқан жоқ па?» «Жоға, қайдан шашатсын? Қайта осыларға қарап алданамын. Денсаулығыңыз жақсы ма?» «Жақсымын, балам, жақсымын. Аға жеңгем қалай?» «Олар да жақсы. Жұмыс істеп жүріп жатыр. Балам, кешқұрым хабарласпаушы едің. Аманшылық болар». «Аманшылық қой. Тек сіздің даусыңызды естігім келеді». «Гүлназ қалай?» Аңсат үнсіз қалды. Тұтқаның ар жағындағы анасы да біразға дейін сөз қозғамады. Арадағы үнсіздікті өзі бұзды. «Келіспей қалдық. Бар уақытыңды жұмысқа арнайсың» деп жазғырады. Осылай келіспейтін болсақ, үйленген соң 40 пышақ болармыз деген ойлармен бәріне тоқтау салдым. «Балам, оны да түсінуге тырыссаңшы». «Апа, осы уақытқа дейін түсінуге тырыстым. Жұмысым жайлы жақсы біледі». «Балам, мен білсем, сен асылымды әлі ұмытпадың. Жүрегіңді босатып, басқаға орын берсеңші». «Қанша жыл өтті?» 14 жыл. Аз уақыт емес». «Жақсы апа, сау болыңыз». «Сау бол, балам. Соңғы сөзімді ой елегінен өткізерсің». Келер күні жұмысына ерте келген Аңсат ұстазының ақылын іске асырып көрмекші болды. Жасқат жатқан палатаға келді. Бүгін тұруына рұқсат еткен болатын. Кереуеті бос. Бүйірін ұстаған Жасқатты дәлізден іздеп тапты. Дәретханадан келе жатқан беті секілді. «Сізбен сөйлесуіме бола ма?» деді қасына жақындап. Түсінбей қараған Жасқатқа «Алуаны көргіңіз келе ме?» деді тікесінен. Қалың қабақтары түйіліп, бет жүзі құбылып шыға келді. Аңсат бұл қылығына түсінбеді. Кеше ғана құтқарыңызшы деп жалынған жігіт бүгін ат тонын алып қашқалы тұр ма? Тоқтай тұр, әлде бұл мүгедек сөзінен қорқып тұр ма? «Алуаны көресіз бе?» деді тағы да қайталай. «Оянды ма?» деген Жасқаттың даусы жабырқау шықты. Алуаға деген аяушылық па, әлде өзіне деген сенімсіздік пе? Оянбады. «Көмектесесіз бе?» «Не істеуім керек?» «Қасына барып сөйлесіп көріңіз». «Жақсы». Үстіне көк халатты іле салған Жасқатты палатаға ертіп келді. Аппараттар арасында жатқан Алуаны көрген Жасқаттың аяғы жүрмей қойды. Кібіртіктеп барып алдыға жылжыды. Аңсат есік алдынан әрі аспады. Қос ғашықтың өзара үнсіз тілдесуіне мүмкіндік бергісі келді. Алуаның жанына жақындағанмен состиып тұрған Жасқат көпке дейін дыбыссыз тұрды. Біраздан соң «Мен кетейін» деп кері бұрылды. Бір жағына қисайып, аяғын әзер басып бара жатқан жаның соңынан қараған Аңсаттың ішкі ойы аласапыран халде еді. Сүйемін дегені осы ма? Алғашқы қиыншылықта сынып қалғаны. Сөз бергені осы ма? Жұбатар сөзді шығара алмағаны. Жігітпісің. Дәрігерлер бөлмесіне бет алған Аңсаттың телефоны шырылдап қоя берді. Белгісіз нөмір. Қызы үшін шырылдаған ана болар. Қуанта жаңалығы жоқ. Жауап берді. Көп сөйлеспеді. «Жақсы, сау болыңыз». Дәрігерлік тәжірибесінде алғаш кездескен жағдайға алаңдай бастады. Өзіне тым сенімді болатын. Бастамай жатып жеңілмек пе? Олай бола қоймас. Соңына дейін баруым керек. Түскі үзіліске шықпай қалды. Алуаның жанындағы орындыққа жайғасып алды да асықпай әңгімесін бастады. «Білесің бе, өзің асылымға ұқсайды екенсің. Ол да сен секілді қара торының өңдісі болатын. Қой көздерінен
жылылық есіп тұратын. Екеуміз бір мамандықта оқығанбыз. Сурет салуға шебер болатын. Өзгелер мәз-мәрәм болып жатқанда жылы жымиып қана қоятын. Осы мінезімен баурап алды. Екеуміздің кездесіп жүргенімізге көп бола қоймаған. Әкесі ауырып қалды деген хабар келді. Ауылына қайтар таксиге мінгізіп салғамын. Әттең сол күні жалғыз жібермеуім керек еді. Дегенмен жазғанның бұйрығы осылай болған. Ол мінген такси апатқа ұшырады. Әкесі де сол күні бақилық болған. Оны кейін естідік. Ауруханаға жеткізгенмен ота үстінде кетіп қалды. Не үшін дәрігер болғанымды білесің бе? Сол күні ешбір дәрігер дұрыс жауап бермеген. Бәрінің айтары күту болған. Ал менің күткім келмеді. Былай келсек, мен саған көмектесемін. Сен де маған көмектес, келістік пе? Аңсаттың телефонына қоңырау түсті. Меңгерушінің: Аңсат Ермекұлы, кабинетіме келіп кетіңіз деген суық сөзінен жақсылықтың нышанын байқамады. Орнынан тұрып жатып, Алуаның қолына көзі түскен. Өзі сенбеді. Қозғалу рефлекстері. Демек үміт бар. Алуа, мені естисіз бе? Деді дереу үңіліп. Ақырын ғана көзін ашқаны. Кабинеттің табалдырығын аттаған Аңсат қателеспеген түсінді. Көкшіл көзі ойнақшыған Айша мұны көре сала: Сіз қандай дәрігерсіз? Баламның жаңа ғана жасарғанын ұмыттыңыз ба? Мүгедек қызға ертіп апарғаныңыз қалай? Деп безереңдеп шықты. Үйпаланған қызғылт сары шашының ұштары сөйлеген сайын секілдейді. Жақтары қушиып, қуырып жейтіндей бұған ызғарлана қарағаны. Ашудан ашаң жүзі қызарып кеткен. Сөйлеуін тоқтатса да, иектерінің дір-дір етуі басылмады. Аңсат Ермекұлы, бұл жағдайды қалай түсіндіресіз деген меңгерушіге: Алтай Санжарұлы, айыптымын. Келесіде қайталанбайды, деді кінәлі кейіпте. Жақсы, қатеңді түсінсең болар, бара бер. Айтпақшы, Жасқатты қашан шығарасың? 1-2 күн бақыласам деймін. Тігіс орны толықтай жазылғаны керек. Жоқ, қалдыра алмаймын. Бүгін шығарыңдар, әкесі өзі қадағалайды. Ол мүмкін емес. Тігіс орны ашылып кетсе, дей бергенде меңгеруші: Аңсат деп басын шайқады. Жақсы, бірақ кейін бір жағдайлар туындаса жауап бермеймін, деген сөзіне меңгеруші: Алаң болма, жауапкершілікті өзіме аламын. Абзал Нұртайұлы да білікті маман. Қағаздарын дайындай бер, деп сөзін жұмсартты да әдеттегідей қолын көзілдірігіне жүгіртті. Дәрігерлер бөлмесіне бет алған Аңсат телефон соғуды ұмытпады. Алло деп тарғылданып шыққан дауысқа: Сәлеметсіз бе тағы да? Бұл дәрігер деп жауап берді. Тыңдап тұрмын балам, деген дауыстың ырғағы да өзгерді. Жақсы жаңалығым бар, қызыңыз есін жиды, деген сөзіне: Рас па, рас айтасың ба, деген ананың жылаған дауысы естілді. Жыламаңызшы, рас айтамын. Бүгін келемін деп әуреге салынбаңыз. Жансақтау бөлімінде бақылайтын боламыз. Жағдайы жақсы болса, ертең палатаға ауыстырып қалармыз. Рахмет балам, деген ананың телефон тұтқасын тастамастан ар жағындағыларға: Естідіңдер ме? Алуашым ояныпты деп айғайлап жатқанын естіді. Қызыл түймені басты да кабинетіне бет алды. Жасқаттың анасының көзінше Алуаға қатысты ақпаратты жасырып қалды. Шығару қағазын дайындады да Жасқаттың палатасына бет алды. Кереует үстінде бір қырынан жатқан Жасқат мұны көріп дұрыстала бастады. Аурухана киімі ұзын бойына қысқалау екен. Шалбарының балақтары шолдайып тұр. Мұны енді аңғарыпты. Күліп жібере жазады. Анасы да осында. Сөмкеден киімдерін шығаруда.
Қалайсыз? Ауырсынулар жоқ па? Деген сөзіне Айшаның алара қарағаны. Мүгедек қызға сүйреп барғанда жағдайын ойламадың ба? Енді келіп сұрағыш болып қалғанын деп мырс етті. Елемеген кейіпте. Дәрілерді тұрақты қабылдауды ұмытпаңыз. Тігісі жазылған соң да тексеріліп тұрғаныңыз жөн болар деп сөзін жалғастырды. Абайлап жүргейсіз, сауығып кетіңіз, сау болыңыз деп қолындағы қағазды ұсынды. Жасқат қолын созғанша ортадан Айша жұлып алды. Жігіттің ашаң жүзі қызғылтқа боялып шыға келді. Анасы үшін ұялғандай. Сымбатты келбетіне қыр мұрны жарасыңқырамай тұр. Аңсат сөз таластырудың қажеті жоқтығын түсінді. Көп тұрмастан шыға жөнелді. Алуаны апат бақытсыздықтан сақтағандай. Ойына осы оралды. Оның бағы болар жан кездесе жатар. Алуанның оянғанын меңгерушіге ескертуі керек. Кабинетке қайта келді. Есікті ақырын тоқылдатты. Жауап болмаған соң өзіне тартқан. Кабинет іші бос. Дәрігерлер бөлмесіне бет алды. Қарсы алдынан меңгеруші мен Жасқаттың әкесі ұшырасқаны. Аңсат Ермекұлы, сізге айтар алғысым шексіз деген әкесі арсалаңдап қолын созды. Анасына қарағанда әкесі есті жан. Кейде адамның бағы осындай ма? Оқасы жоқ, балаңыз тезірек сауығып кеткей. Сізге айтарым бар еді деп Аңсат меңгерушіге бұрылды. Жақсы, мен барайын. Сау болып тұрыңыздар. Көмегім қажет болса, қашанда дайынмын. Көлікте күтейін деген абзал орнынан қозғалды. Алтай Санжарұлы, екінші науқас есін жиды деген Аңсатқа меңгеруші таңырқай қарады. Жақсы хабар екен, жағдайы қалай? Бір қалыпты. Қосымша тексерістен өткізсем деймін. Жақсы, жағдайын хабарлап отырарсың, деп қозғала жауап берді. Өмірдің өлшемі байлықпен, таныстықпен өлшенбейді. Адамгершілік дегенді ұмытқандаймыз. Қарапайым ғана жанашыры жоқ жанның оянуын елеусіз қабылдағаны. Ал Жасқат үшін жан ұшыра жүгіріп еді. Бұл әңгіме болғанымен желісі өмірден алынған. Бармын деп тасыма дегенді естен шығаратын жандар жеткілікті. Барлығы сол жандардың айналасында дөңгелейтіндей. Кейде сынақтың аясты келері сөзсіз. Алуа үшін жаңа күндер басталмақ. Ол сынақты қалай қабылдайды? Жасқаттың сүрінгенін көтере ала ма? Оның мұны ұмытуға тырысқанынан бейхабар бойжеткен қалай қабылдамақ? Ендеше оқиғаны әрі қарай жалғастырайын. Барлығы оңайшылықпен біте қоймайтыны белгілі. Тағы қандай оқиғалар күтіп тұр, бірге білейік. Есінде тек соңғы сәттер. Жасқаттың өзін кідіртуі. Бірге барайын деп көлікке отыруы. Сосын сарт еткен дыбыс. Өз жағынан соғылғаны. Ар жағы еміс-еміс. Бұлдыр елес күңгір дауыс. Аппақ әлемде ұшып жүргендей. Ата-анасы қайда? Жасқат қайда? Өзі қайда жүр? Алыстан естілген дауыс өзін шақырады. Бір самал леп, жанына жылулық сыйлағандай. Қозғалғысы келген шамасы жетпеді. Бір сәт сол дауыс бірте-бірте жақындай берді. Тап қасынан шығып жатыр. Соңғысын анық естіді. Келістік пе? Кіммен келісу керек? Өсіне төнген сұлбаны анық көрді. Ақ халатты жан. Кірпіде қоңыр шаштары бір жағына қайырылған. Түйілген қабағының қалыңдығы көзге бірден көрінеді. Бидай өңді, келбеті келісті. Қайда жатқан аңғара алмай, көзін шыпылықтата берді. Тыныш, қорықпа. Мен дәрігермін. Мені көріп, естіп тұрсың ба дегені. Бұл жауап беруге оқталғанмен,
Тамағында тұрған кедергі келтірді, басын изегендей болды. Дәрігердің телефонын алғанын аңғарып жатыр. Кетпесе екен, тамағындағыны алса екен. Жоқ, ол кетпеді. Өзінің құрсаудан босатып болды да қайра телефонын алды. Біраздан соң жүгіре басып тағы бір жан келді. Жылы жүзі апайдың өзіне басқаша қарағанын аңғарып қалды. Дәрігердің сөздерін анық естімесе де, өзіне қатысты екенін түсініп жатыр. Себебі екі көзі өзінде. Ол шығып кетті. Апай, қалайсың қызым? Жағдайың қалай? Біраз қорқыттың ғой, деп жүріп қан қысымын өлшеді. Температурасын қарады. Дәрігер қазір қайта келеді дей жүріп, өзін тексеруді жалғастыра берді. Бұл палатада жалғыз қалған, қозғалуға тырысқанмен әлі келер емес, қорқа бастады. Маған не болды? Неге қозғала алмаймын? Көп күттірмеді, дәрігер қайта оралды. Алуа, жағдайың қалай? Ауыр сынулар болса айтарсың, деген сөзіне. Дәрігер, деді үзіп созып, даусы қарлығыңқы шықты. Тыңдап тұрмын, деп еңкейген дәрігердің үстінен ғажап иіс леп етті. Жасқат та осындай әтір қолданатын. Аяғым, деді үзіге. Отадан соң ауыр сынулары болады. Ол қалыпты жағдай. Қазір медбике дәрі салады, деді де медбикеге иек қақты. Медбикенің қолы лып ете қалды. Жылдамдығына көз ілеспес. Ауырған сезім әп сәтте басылған. Жансақтау бөліміндегі жалғыздықтан қорқып болды. Дәрігердің келгенінен кетуі тез. Үнемі телефоны шырылдайды. Ал медбике қызыл түймені көрсетті де, көмегім қажет болса басарсың деп шығып кетті. Анам қайда? Анамды көргім келеді. Мені уайымдап жатқан болар. Телефоны да көрінбейді. Қызыл түймені басты. Бірден келмесе де, біраздан соң есік ашылды. Телефонымды бересіз бе? Телефонымды білмедім. Анаммен сөйлесуіме бола ма? Болмайды. Ертең палатаға ауыстырған соң сөйлесерсің. Дәрігерді шақырыңызшы. Бір жерің ауырып тұр ма? Шақырыңызшы. Жақсы. Шығып ала жөнелді. Дәрігер әзір келмеді. Қызыл түймені тағы басты. Дыбыс жоқ, ешкім келмеді. Тағы басты. Ақырын есік ашылып, енген дәрігерді көрді. Қуанып кетті. Дәрігер, анаммен сөйлескім келеді. Қолын қалтасына салып, телефонын алды. Нөмірді терді де, тұтқаны құлағына тақады. Алу деген анасының даусын естіп, көзінен жас ытқи жөнелді. Апа деген сөзі өксік арасынан әзер шықты. Алуаш, құлыным, сен бе қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Құлыным сол. Ертең барамын. Алла қаласа, ертең барамын. Құлыным деп самбырлаған анасының сөздерін толық ести алмады. Дәрігер тұтқаны кері алды. Апа, Алуа сіздің даусыңызды естігісі келді. Барлығы жақсы. Мен тұтқаны қоямын деп телефонды сөндіре салды. Алуа, сізге уайымдауға болмайды. Басыңыз ауырып, мазаңыз кетеді. Жұмыс уақытым аяқталуға жақын. Сізді кезекші дәрігер бақылайтын болады. Ауырсыну болса, айтарсыз деді де есікке беттеді. Кетпеңізші деген сөзді қалай айтқанын аңғармады. Ол кідіріп, бұған танына қарады. Қорқамын деді. Неге қорқасыз? Бұл аурухана. Қызыл түймені бассаңыз, медбике не дәрігер келеді. Дәрігер, шыныңыз айтыңызшы, бұл мәңгілікке ме, әлде мүмкіндік бар ма? Деген сәтінде көзінің жасы домалап түсті. Мүмкіндік бар, тек жақсылап емделу керек. Оған ата-анамның қаражаты жоқ. Бір реті табылар. Реті болмасын жақсы білемін. Менің жағдайымды естіп, Жасқаттың анасы тулап жатқан болар. Медбике ападан естідім.
Ол үйіне шығып кетіпті. Мені іздеп келді ме? Әрине келді. Рас айтасыз ба? Әрине. Аңсаттың бұл сөзі көмілжи шықты. Дәрігер, мен медициналық колледжде оқығанмын. Маған бәрі түсінікті. Бәріне шыдауға бармын. Тек Жасқат бас тартпаса болды. Аңсат үндемеді. Бәрін біліп, ығып жатқан жанды алдарқатудың ретін таппады. Телефонның шырылы құтқарды. Экрандағы Гүлназ деген жазуға сенбей қарады. Мен барайын дегендей, басын изеп есік алдына шықты. Алло, сәлем. Сәлем, қайдасың? Жұмыстамын. Тағы жұмыс па? Сөйлесе аласың ба? Айта бер. Қасыңда адам бар ма? Науқасты есепке аласың ба? Шыныңды айт. Қашан алдадым? Қайта кездесе аламыз ба? Сағынып жүрмін. Сағынасың, қашасың, ұрсасың, қайта татуласасың. Жалықпадың ба? Сен үнемі жұмыстамын деп жүйкеме тиесің. Жұмысым туралы жасырмадым. Бір уақыт өзіңді ойламайсың ба? Мен өзімді үнемі ойлаймын. Қанша керек? 10 000. Қазір саламын. Қайтара алмаймын. Оған үйреніп болғамын. Бұдан былай нөміріңді бұғаттап тастаймын. Сағындым деп хабарласып, ақша сұрарыңды ұмытпадым. Телефонын қойды. Екінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.